Сағат ибн Абу Ваққас мысалы. Мен дейді дінді, исламды қабылдаған кезде сөйтіп анам ойламадым дейді, анам маған үлкен қиыншылық болады деп дейді. Ана бұрынғы бойына сіңіп кеткен дейді, бұрынғы сана сезім дейді. Анамды мүлде көре алмай тұрмын дейді, көз алдымда тұр. Анашым десем түсінбейді дейді. Балам, Мұхаммедтің дінін тастайсың. Әйтпесе мен тамақ ішпеймін, су ішпеймін, сөйлеспеймін, өлем деп жаңағы нәрселерді айтады. Сосын халық саған айтады сыртқа шыққаннан кейін, өз анасын өз өлтірген Сағатты қараңдар депті. Ойлаңыз, ана сынақ қандай отыр. Сосын осы сахабаларда ана бізбен ата-аналардың арасында шыққандай мінездер шықпаған, ол анашым деген ол. Қараңыздар. Я умма, анашым, мен тастай алмаймын мына дінді. Хақ қой мынау. Содан анасы ішпейді тамақты. Сағат қиналады. Дін жаңағы хақпен анасының жаңағы сұрап атқан нәрсесі таста деген. Не бұл? Сосын аталы аяттар түсірген оған дейін. Уассайнал инсана биуалидейхи хусна. Сол кезде біз адам баласына, өзінің ата-анасына жақсылық жасауын өсиет еткен едік деген. Сол аятты желеуге болады да анасы айтады. Көрдің ба? Өзің айттың ғой Құранда, ата-анаңа жақсы бол, мейірімді бол деп, а сен мені өлтірейін деп тұрсың. Қатты қиын болады. Құраннан үкім келмей сөйлей алмайды, не әрекет жасай алмайды олар. Сосын аят түседі. Фаин жахадака литушрика би ма лайса лака бихи илмун. Егер де ата-анаң сені қатты мәжбүрлеп жіберсе, мен рұқсат етпеген нәрсені алып маған серік жасауыңды дейді. Қараңыздар. Фәлә тутихума. Ол екеуіне бойсұнба, бұл істе ғана дейді. Сосын ар жағын қараңыз. Уасахибхума фид дуния. Қалған істің бәрінде серік бол дейді оларға, мағруфан, маған ұнайтындай. Қараңыз. Мысалы бүгін бір бала намаз бастаса, әкесі арақ ішеді мысалы. Үйінде арақ ішіп жүреді мысалы. Сол кезде сізбен мәміле қандай болады? Алла тағала айтады. Мысалы ол кісі балам араққа барып келші деуі мүмкін. Әдеттегідей. Соны айтасыз, әке, енді күллі нәрсені айтыңыз маған. Аяғыңызды жуып берейін мен. Массаж жасайын. Не істе десеңіз күллісін істеймін мен, дайынмын. Раббым маған соны серік бол деді сізге. Бірақ мына нәрсені мен істей алмаймын. Өйткені бұл нәрсеге мен сізді қиямайым, сіз менің әкемсіз. Наған қимайым мен сізді. Міне, осы нәрсені түсіндіріп айту керексіз. Харам деген сөз керек жоқ ол жерге. Мен қимайым сізді мына жаман нәрсеге. Мен көре алмайым әкемді, көргім келмейді мына нәрсемен бірге. Әкем деп сондай нағада сөйлеңіз дейді оған. Сосын сол проблемадан кейін үйіңнен шықсаң, түрлі мұсылмандар болады. Қайсына қарай бар дейді Алла тағала? Ваттаби сабила ман анаба илайя. Маған жүрегі толық жығылған құлдың қасына бар дейді. Өйткені ол саған дұрыс насихат айтады дейді. Басқасы айтып беруі мүмкін. Сумма илайя маржиукум. Сосын маған қарай ораласыңдар да ата-анаң түсінбеген нәрсеңді ата-анаңа түсіндіріп беремін дейді Алла тағала. Көрдіңіз ғой. Осындай нәрселер сағатқа сосын анасы айтады. Болды, мен ішпеймін тамақ. Бір күн тамақ ішпейді, су ішпейді. Әлсірейді, сағатқа қиын, нақты ішпейді. Екінші тәулік анасы су, дәм мүлде ауыз тимейді. Әлсіреген анасы. Үшінші тәулікті ішпей қояды. Мүлде әлсіреген. Балам, мен өлем енді, өлем. Міне сен мені өлтіріп атсың деген нәрсе. Сағат барып қайтады. Анашым, мен тастай алмаймын мына дінді. Бұл хақ қой. Мені мен сені жаратқан Алланың діні бұл. Сіздің түсінбей жатқаныңызға мен қайтып мені кінәлайсыз. Сонда айтады, анам, мына ақиқатты тастауға болмайды. Тіпті егерде сіздің 100 жаныңыз болса дейді, біреуі бірінен соң шығып атса да, маған тастауға болмайды. Мені сынамаңыз өзіңізбен дейді. Ішіңіз мына тамақты деп қасына қойып, сол жерде Алла тағала жаңағы сабырлықтан кейін сөйтіп анасы отырады да тамақ жей бастайды.